Бұл үлкен компанияда жұмыс істейтін жігіттің оқиғасы. Жолда келе жатып, бір отырған бомжды көрді. Мұның аргасы қайттан ақша сұрайды. Қарсы атқыр жалқаулар. Мен оған бірде-бір тыйым бермеймін. Үйсіз адам ақша табамын деген оймен өзінің дірілдеген қолын жігітке созды. Сосын бір кезде үйсіз адам жігіттің қолын ұстап күле бастады. Балшық, қолындағы балшық, кетпетсең кір. Ары кет, ақымақ, мен қолыма тигізе қалай да тын барды. Менің қолым кір. Жоқ, екі қолым кір. Мен оны кетіруім керек. Мен оны жуым керек. Мен бұл кірді кетіруім керек. Жігіттің басында әлгі үйсіздің сөздері мен күлгені есінде қалып қойды. Жігіт сол күні өз қолының тазалығына уайымдағаны сонша, тіпті оның бас тимей кетті. Ол пәтеріне кіріп, әйелін итере салып, ваннаға кірді және ыстық сумен қолын жуа бастады. Әйелі ваннаға кіріп, одан не болғанын сұрағысы келді. Бірақ жігіт оны итере салып, есікті құлыппен жауып алды. Оның қолындағы кір кетпеді және ол суды ыстық қыла берді. Және қолы оның күйе берді. Бірақ ол орамалмен сүртіп қайта-қайта жуа берді. Ол түні бойы жуды. Және келесі күні ол шыққанда әйелі оның қорқынышты түрін көрді. Оның беті бозарып, көздері салбырап, оның көзінің асты көгеріп кетті. Ол күліп тұрды. Бірақ бұны күлу деп айтуға болмайтын еді. Қара, мен қолымды жудым. Екі қолымда. Енді менің қолдарым таза. Менің қолдарым таза.